Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі танысатын тақырыбымыз қолмен және қашықтықтан басқарудың электр аппараттары. Бұл тақырыпта біз төмендегі жағдаяттармен танысамыз. Батырма туралы жалпы түсінік және батырмалық элементтермен танысу. Тұрақты ток команда контролерінің жұмысы, реттелінетін команда контролері, тұтқышты жолдық ауыстырып қосқыш және әмбебап ауыстырып қосқыштың түрлерімен танысатын боламыз. Батырма дегеніміз қарапайым басқару аппараты немесе команда аппаратын басқару болып табылады. Ол негізгі тізбекті коммутациялайтын түйістіргіштерді электромагнит тізбектерін тұйықтау және ажыратау жолымен электр қозғалтқыштарын іске қосу, тоқтату және реверс сияқты алуан түрлі схемаларда қолданылады. Жалпы батырманың негізгі бөлшектерінің элементтерінің схемасы көрсетілген. Бұл схемада батырмадан, екінші тұрған серіппеден, қозғалмайтын бөліктен және қозғалмалы түйіспелерден тұрады. Бұл схемадан батырманың негізгі суреті көруге болады. Келесі қарастыратынымыз тұрақты тоқтың команда контролерінің жұмысы. Команда контролері серіппеден, көпірлі түйіспеден, қозғалмайтын түйіспеден, тұтқыштан, жұдырықшадан тұрады. Оның әрекет ету принципі жұдырықшалы күш контролерінің әрекет ету принципіне ұқсас болып келеді. Электр жетегімен және аппаратты басқару тізбегінде көбінесе қолданылады. Сонымен қатар, механизмнің үлкен артықшылығы сөндіргіш білігінің айналу жиілігінен түйіспелердің ажырау жылдамдығы тәуелсіз болып табылады. Келесі танысатынымыз бұл реттелінетін команда контролері. Аппараттың іске қосу сәтін өте дәл реттеу қажеттілігі болған жағдайда команда контролердің реттелмелі жұдырықшалы командасы қолданылады. Яғни ол реттеуші ретінде қолданушы контролер болып табылады. Бұл контролердің бір ерекшелігі ақпаратты тек дисплейде шығару арқылы көрінеді. Сонымен қатар, тұтқышты жолдық ауыстырып қосқыш. Яғни, бұл дегеніміз, егер үлкен жүріс кезінде тізбектегі сенімді ауыстырып қосу қамтамасыз ету қажет етілсе, тұтқышты ауыстырып қосқыштар қолданылады. Келесі танысатынымыз бұл әмбебап электр жетегімен және аппаратты басқару тізбегіндегі УП типті әмбебап ауыстырып қосқыш. Яғни бұл қазіргі таңда кеңінен қолданылады. Мұндай ауыстырып қосқыштар секцияларының құрылғысы көрсетілген. Яғни әртүрлі әмбебап ауыстырып қосқыштар. УП ауыстырып қосқыштарының коммутациялық жағдайларының арқасында көптеген электр қозғалтқыштарын іске қосу үшін және реверстеу үшін қазіргі таңда кең қолданылады. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.